Қайырлы күн достар, бүгін осындай тортқа арналған топпер жасап үйренетін боламыз. Осындай әдемі болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде видеома лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен шаблонымызды шығарып аламыз. Обязательно текст жазып шығарыңыздар заказға. Мен просто видеоға түсіретін боласын, текст жазбай шығара салдым. Ең алдымен топперларымызды қиып аламыз. Шаблон бойынша. Қиып дайындап қойдық. Енді осындай шпажка керек болады бізге. Осындай кішкентай шпажка алсаңыздар да болады. Қатты ұзын алмай қойыңыздар. Обязательно ыстық клей керек болады. Осылай ыстық клей арқылы жаңағы шпажкаларымызды осы қағаз топперге жабыстыратын боламыз. Қағаз топперімізді шпажкаға бәрін жабыстырып болғаннан кейін енді бантик жасаймыз. 5 топперге, үлкен топперге үлкендей бантик жасаймыз. Қалғандарын кішірек қылып жасасақ болады. Мына жерде бантик жасағанды көрсетемін. Қарап алыңыздар. Бантикті де ыстық клейдің көмегімен шпажкаға жабыстыратын боламыз. Қалған бантиктерімізді жасап, қалған 4 топперге жабыстырып шығамыз. Бантик жабыстырған топпер өте әдемі болып көрінеді. Торттың үстінде бантиксіз топперге қарағанда өзіңіз былай салыстырып көрсеңіз болады. Бантик жабыстырмай, бантик жабыстырып. Басында соответствующий кішкене қымбаттау қылып сатасыз бантикпен. Неге топперлеріміз дайын болды? Видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар.